Selamazдарма 909 есебімізде берілген сан аралықтарына тиісті атауларын интервал, кесінді, сәуле, жартылай интервал жазып кестені толтырыңыздар дейді. Мен мынаған 1 деп қояйын. Менде семайтка жазу үшін мынаған 2-ші есеп, мынаған 3, мынаған 4 деп қояйын. Бірінші есебімізде минус шексіздіктен 3-ті қоса алғанда, яғни бұл жерде біз сәуле дейміз. Біріншісінде сәуле. Екіншісінде минус 3-ті 2-ні қоса алғандағы минус 3-тен 2-ге дейінгі аралық тік жақша екі жағыда, сондықтан бұл кесінді болады. Кесінді. Мынау сәуле болды, мынау кесінді болды. Екіншісі. Үшіншісі. Екі жағыда жай жақша болған үшін, үшіншісінде минус 7, 0. Онда бізде интервал болады. Төртіншісі. Егер аралықтардың бір жағы бір жақ шеті тік жақша, бір жақ шеті жай жақша болатын болса, онда бізде жартылай интервал болады. Яғни жартылай интервал. Енді мен мына жерге сіздер шатасып кетпес үшін сан аралықтарын да жазып кетейін. 3 тік жақша, екіншісі мында тік жақша, минус 3, 2 тік жақша. Үшіншісі бізде жай жақша 7, 0, жай жақша. Төртіншісі бізде тік жақша, минус 4, плюс 2. Сіздерден сұрап тұрған мына сәуле, кесінді интервал, жартылай интервал деп осылай жазасыздар.